Сәлеметсің бе, 4-ші сынып оқушысы? Математика сабағына қош келдің. Бүгінгі сабақтың тақырыбы бір бағытта қуып жету және қалып қою қозғалысы. Сен бүгінгі сабақта қозғалысқа берілген есептерді шығаруды үйренесің. Тапсырмаға назар аудар. Ара қашықтығы 54 км болатын екі аймақтан бір уақытта және бір бағытта қайық пен катер жолға шықты. Катердің жылдамдығы сағатына 25 км, ал қайықтың жылдамдығы сағатына 7 км. Біраз уақыттан кейін катер қайықты қуып жетті. Катердің жүріп өткен ара қашықтығын тап. Сызбаға назар аудар. Сызбада барлығы түсінікті етіп көрсетілген. Ал енді сызбаға талдау жасап, есепті шығару қажет. В1 25 км сағат, яғни бұл катердің жүрген жылдамдығы. В2 7 км сағат, бұл қайықтың жүрген жылдамдығы. Ал екеуінің арасындағы жол 54 км. Катер қайықты қанша уақытта қуып жеткенін табу керек. Уақытын және ара қашықтығын табу қажет. Өзінді тексер. Ең алдымен қуып жету жылдамдығын табамыз. Ол үшін 25 км сағаттан 7 км сағатты азайтамыз. Тең болады 18 км сағат. Енді жүрілген жолды 54 км-ді бөлеміз 18 км сағатқа, тең 3 сағат. 3 сағатты катердің жылдамдығына көбейтеміз, 75 км. Яғни есептің жауабы ара қашықтық 75 км. Жарайсың, тамаша. Мына тапсырмаға назар аудар. А кентінен В кентіне дейінгі ара қашықтық 120 км. А кентінен 15 км сағат жылдамдықпен велосипедші шықты. Кестені дәптеріне сызып, оны толтыр. Яғни сызбаға назар аударайық. С1 велосипедші жүріп өткен ара қашықтығы. Ал С2 оның В кентіне дейінгі әлі жүруі тиіс ара қашықтық. Енді ойланайық. Сызбада 1 сағаттан кейін, 2 сағаттан кейін, 3 сағаттан кейін, 4 сағаттан кейін, 5 сағаттан кейін, 6 сағаттан кейін, 7 сағаттан кейін, 8 сағаттан кейін жүріп өткен ара қашықтығын толтыру қажет. С2-де ол В кентіне жүруге қалып отырған жолдарды ара қашықтықтың өлшемін жазып отырамыз. Өзінді тексер. Кестемен жұмыс өте жақсы. С1, яғни 1 сағатта 15 км жүргені көрсетілді сызбада. 2 сағатта 30 км, 3 сағатта 45 км, 4 сағатта 60 км, 5 сағатта 75 км, 6 сағатта 90 км, 7 сағатта 105 км және 8 сағатта 120 км. Яғни сызбадағы жаңа көрсетілген 120 км-міз шықты. Ал енді С2-де жүруге тиіс қалып отырған жол, яғни 15 км-де жүрген кезде ол әлі 105 км жүру керек болатын. Барлығы бізде 120 км шығу керек қой. Ары қарай 2 сағатта 90 км қалады, 3 сағатта 75 км, 4 сағатта 60 км, 5 сағатта 45 км, 6 сағатта 30 км және 7 сағатта 15 км. Ал 8 сағатта ол Б кентіне толығымен жетеді. Жарайсың. Келесі тапсырмаға назар аудар. 2 салтатты бір ауылдан бір уақытта бір бағытқа қарай жолға шықты. Бірінші салтаттың жылдамдығы сағатына 10 км, екіншісінің жылдамдығы сағатына 8 км. Неше сағаттан кейін екеуінің ара қашықтығы 6 км болады. Есептің сызбасын талқылайық.
В1 10 км сағат, В2 8 км сағат. Екеуінің ара қашықтығы 6 км. Неше сағатта 6 км болады? Есепті шығар. Өзіңді тексер. Ол үшін 10 км сағаттан 8 км сағатты азайтамыз. Тең 2 км сағат. 6 километрді неше сағатта жүру үшін білу үшін 2 км сағатқа бөлеміз. Тең 3 сағат. Сонда 3 сағатта 6 км жүреді екен. Екеуінің арасы 3 сағатта 6 км болады. Бағалау терезесі арқылы өзіңді бағала. Жарайсың. Бүгінгі сабақтан алған кері байланысыңды білім сандығы арқылы білдіре аласың. Саған сабақ ұнады деген ойдамын. Сау бол, балақай.